Сәлем досым. Дәл қазір осы аудионы тыңдап отырғаның үшін саған көп рахмет. Негізі бұл кітап өзгелерден мүлдем өзгеше болмақ, себебі осының алдындағы екі кітапта мен ақша, бизнес, байлық жайлы айтқан болсам, бұл жолы өмір, қиындық, күрес жайлы айтатын боламын. Кітап иесі 1982 жылы дүниеге факамилия деген диагнозбен аяқ-қолсыз келген 12 мүшесі сау адамдарға қалай бақытты өмір сүру керек екенін үйретіп жүрген австриялық оратор Ник Вуйчич. Бұл заманда сау адамның өмірге шағым айтып, жарық дүниесін өз қолымен қараңғылап, балғадай аяқ-қолдарын пайдаланбай жүргенде, бұл азамат талай адамның көзін ашып, өзінің сөзімен талай адамға қанат бітіріп жүр. Отбасы бар, жұбайы бар, 2 ұлы бар және 8 қызы бар. Ендеше мен кітаптың тілімен сөйлеп бастайын. Аяқ-қолсыз өмір сүру өте қиын. Мен оны жасырмаймын. Бірақ бұл үшін Құдайға алғыс айтамын, себебі осы арқылы менің өмірімде көптеген жаңа мүмкіндіктер ашылды. Мен өз өмірімде кедергілер жоқ екеніне сенемін, және сіздердің де өз өмірлеріңізде дәл осылай қарағандарыңызды қалаймын, деді Ник Вуйчич. Рас, біз өмір сүріп жатырған мына әлемде миллиардтаған адам өмір сүріп жатыр. Және олардың әрқайсысында әртүрлі проблема бар. Кейде бізді өмір құлатады, сол кезде біздер бұл мәселе шешілмейтіндей көреміз. Бұл қиындықпен күресуге күшіміз жетпейтіндей көрінеді. Және де өмірдегі болып жатқан жайттардың бәрі бізге ғана қарсы сияқты. Құдайымыз бізді ғана естімейтін сияқты көрінеді. Бірақ біз қатты қателесеміз. Себебі кеудемізде жанымыз барда, жүрегіміз дүрсілдеп соғып тұрғанда, біз дем алып тұрғанда, біз кез келген қиындықты жеңе аламыз. Сеніңіз ең мықты деген, ең бай деген, ең бақытты деген жандардың өмірінде де жеңілістер, қиындықтар болады. Себебі өкінішке орай дәл осы қиындықтар, жеңілістер өміріміздің біздің бір бөлшегі. Жаңбырдан кейін күн шығатынына сеніңіз. Бұл өмірдің заңы. Біз барлығымыз өмір үшін күресіп жүрміз. Мен кейбір уақытта видеолардан көрем Ник Вуйчичтің өзінің тренингтерінде ішімен жатады да, ешкімнің көмегінсіз, аяқ-қол жоқ енді, солай орнынан тұрып кетеді. Бұл қалай деп ойлаймын, бірақ адам басына түссе бәрін үйренеді, Біздер негізі Аллаға шүкір деу керекпіз, себебі біздер еркін тұра аламыз, жүре аламыз. Бізге тіс тазалау үшін, тамақ ішу үшін, киіну үшін ешкімнің көмегі керек емес. Шүкір. Аяғымыз бар, қолымыз бар. Бұл бізге берілген өте үлкен мүмкіндік. Ник Вуйчич аяқ-қолының жоқтығынан қиналған уақытта былай айтады екен Құдайына: Құдайым, сен мені соншалықты жек көресің бе? Неге соның бәріне берген аяқ пен қолды маған бермедің? Мен сенен артық еш нәрсе сұрамаймын, тек қана маған бір қол берші, мен сонымен барлығын жасайым деп жалынған кездері болған екен, талай рет жылаған кездері болған. Бірақ көкейінде мынандай ғана сөзі демеу болған: менің мұрным әдемі, менің көзім әдемі. Демек, маған деген жаратқанның бір жоспары бар болғаны да шығар, мен осылай дүниеге келгеннен кейін деп бір жақсыны іздеуге тырысқан сонда да. Бала кезінде өзінің жасындағылар онымен ойнамағасын, оны түсінбегесін, өзінен үлкен адамдармен араласқан, сөйлескен, оны барлығы түріне қарап ақыл-есі кем деп ойлаған, өзінің ақыл-есінің кем еместігін дәлелдеу үшін араласып сөйлесіп бастаған. Сөйтіп сынып арасында сөйлеген, колледжде сөйлеген, универде сөйлеген, шетелді аралаған, біздің Алматыда да болған бірнеше рет. Енді ойлаңызшы, осындай жігіт отбасы бар, баласы бар, шетел аралап, Қазақстанда бірнеше рет келді, өте бақытты. Сізге де бақытты болудың жолын қазір үйретіп отыр. Сіз неге мұңайып отырсыз? Сіздің аяқ-қолыңыз барына сенімдімін, жағдайыңыз өте жақсы екенін де біліп отырмын. Ендеше неге отырсыз? Не жетпей отыр сізге дәл қазір? Білесіз бе? Алла кейде сіздің сұрақтарыңызға жауап бермей жатады, себебі ол өзіне көмектесетін адамдарға ғана көмектеседі. Яғни сіз әрекет ету керексіз. Сіз тірлік жасау керексіз. Кейбір уақытта біздің армандарымыздың орындалуы үшін туыстарымыздың, достарымыздың ойлары кедергі болып жатады. Себебі олар ақылымыздың, ақшамыздың, жағдайымыздың жеткіліксіздігін бетімізге басып, бар жоспарымызды жоқ қылып жатады. Дәл осы уақытта біздер кішкентай сәбилерден үйренетін нәрселеріміз бар. Оларға біреу не десе де бәрібір. Бақытты болу үшін көп нәрсе керек емес, және біреудің сөзі оларға мүлдем әсер етпейді. Ал енді, қымбатты менің досым, сенің жолыңда көп кедергі кездеседі. Ал кездеспесе сенің ешкім болмағаны.
Тасың өрге домаласа тасыма, тауың шағылып өзгелерден үстемдік көрсең жасыма. Күрескендер жеңілуі мүмкін, күреспегендер жеңіліп қалғандар. Адамның қателесуі қалыпты, ештеңе істемейтін адам ғана қателеспейді. Жеңілсең мойында, өзіңді өзің алдама. Бірақ ешқашан берілме. Өмір ағып жатырған ағыс, ағыспен бірге жүзіп өлген балықтай болма. Ағысқа, қиындыққа қарсы жүз. Құламасаң тұрмайсың, сәтсіздікті солай бағала. Менің құлауым орнымнан тұрып қайта жүруім үшін, тағы да ұмтылуым үшін керек деп ойла. Жоғалтпасаң таппайсың, болмаса жоғалтпайсың. Шыңға бір секіріспен шығамын деп дәмеленбе. Егер барлығы сондай шынымен оп-оңай болса, бәрі бай, бәрі бақуатты болып кетер еді, барлығы шалқықтасып өмір сүрер еді. Өздері бір нәрсе жасауға тырысқан адамдарға ғана тағдыр оңынан туады. Жаратушымыз көмектеседі, сенің еңбектеніп, әрекет етіп жатқаныңды көріп. Өзіңді өзің жігерлендір, жетекте, үйренуге талпын. Басқа адамдар мені қашан жетелейді екен, біреу маған қашан көмектесер екен деп күтіп отырма. Жеткен жетістігін шеккен бейнетіңнің көрінісі. Жеңіске жетсең, өзім жеттім деме. Жеңілсең, өзгелерді айыпты етпе. Кездескен қиындықтар сенің жеңе алатының болғасын, сенің күшің жететін болғасын берілгенін ұмытпа. Сен бақытты болуға міндеттісің, лайықсың, талма, самға, досым.